Салем. Сәлем, Рики, сәлем достарым. Қалдарыңыз қалай? Бізді ұмытқан жоқсыңдар ма? Ол бізде Пики. Ал ол Рики. Ой, сәлем досым, сені қатты сағынып кеттім. Достар, бүгін біз жануарлармен танысамыз. Өте қызық болады. Жүр кеттік, бастайық. Алақай! Біреуді байқап тұрсыңдар ма сендер? Үйшіктің үстінде қоян отырған. Солай ма? Осы құсты танисың ба сен? Жоқ, танымаймын. Ол бізде сиқыршы. Аха. Шөпті жеп тұрған кім? Қой, ол қой, мен білем. Жақсы, ал осы тұрған кім бізде? Лақ, ол бізде лақ. Шөп жеп тұрған кім? Есек. Ақылды Пики. Ағаштың астында кім жүр? Балапан. Тауықтың балапаны. Шарбақтың артында кім тұр? Сиыр. Дұрыс, сиыр. Мына кішкентай кім бізде? Қозы, кішкентай ақ қозы. Шарбақтың артында кім тұр? Ат. Ол бізде түлкі. Қу түлкі. Пики, мысықты тауып берші. Мысықты? Міне, тамырдың үстінде отыр. Ол кішкентай құлыншақ. Дұрыс айтасың, ол бізде құлын. Пики, сен кішкентай тышқанды таба аласың ба? Аха, қазір. Міне, кішкентай тышқан. Қызғыл түсті кім ол? Доңыз. Немесе шошқа деп атайды оларды. Ой, сиқыршыны басып кете жаздадым. Ол кім бізде? Оларды біз бұлғо деп атаймыз. Ал Пики, кішкентай сары балапанды тауып бер бізге. Міне, таптым. Ол тауықтың балапаны. Ол кім? Үкі, Пики, үкіні таныған жоқсың ба? Түлкі шөптің үстіне отырып апты. Мынау кім? Осы жануарды біз борсық деп атаймыз. Борсық. Тастың үстінде кім отыр? Бақа. Құлыншақ. Шарбақтың артында кім тұр? Сиыр тұр. Шошқа. Сиыр. Бақа. Жануарлар маған өте қатты ұнады. Келесі жолы біз тағы да басқа жануарлармен танысамыз. Ал сау бол, Пики.
Sağ бол, Рики. Келесі рет кездескенше. Сау болыңыздар, достар. Сау болыңыздар.